Бәріңе сәлем, сіздермен есеп шот. Бүгін біз бизнес тақырыбында қызықты ақпаратпен бөлісетін боламыз. Оның ішінде жеке кәсіпкерлік және упрощенка жайлы айтатын боламыз. Бизнесті ашудың ең алғашқы қадамы оны жергілікті заңға сәйкес тіркеу қажет. Қазіргі таңда ең оңай жолы жеке кәсіпкерлік қылып тіркеу. Жеке кәсіпкерлік сізге не береді? Есепті айырбастау, салық төлеу арқылы табыс көру. Енді жеке кәсіпкерліктің түрлеріне тоқтай кетейік. Біріншісі негізгі қызмет түрі. Бұл басты табыс көзі болған кезде. Екіншісі қосымша қызмет түрі. Ол негізгіге қарағанда табыс көзі азырақ болған кезде. Ал үшіншісі қосалқы. Ол негізгі мен қосымшаға сүйемелденіп келетін қызмет түрі. Әр қызметтің өзінің арнайы коды болады. Ол кодта қызметтің бөлімі, тобы және класы және ішкі класы анықталады. Мысалға, азық-түлік дүкенін ашатын болсаңыз, сіздің кодыңыз 47-11-1 болады. Ол 2000 шаршы метрден аспайтын азық-түлік дүкені. Ал енді жеке кәсіпкерліктің салық түрлеріне тоқтай кетейік. Біріншісі жалпыға ортақ салық түрі. Екіншісі оңайлатылған декларация бойынша арнайы салық түрі. Жалпы тілде упрощенка деп атайды. Үшіншісі ол патент. Патент негізінде төленетін салық. Бізге керегі сол упрощенка. Оның шарттары мынандай. Біріншісі қызметкерлердің саны жеке кәсіпкерліктің иесін қосқан кезде 30 адамнан аз болу керек. Екіншісі бухгалтерлік есепті жүргізбей-ақ қойса болады. Бірақ салық есебін міндетті түрде жүргізу керек. Максималды жарты жылдық табыс 24.038 АЕК-тен аспау керек. 2023 жылы 82.931.100 теңгеден аспау қажет. 3 компонентті интеграцияланған жүйені қолдана отырып, жарты жылдық табыс 94.086 АЕК-ке дейін. Ол 2023 жылы 324.596.700 теңгеден аспау қажет. 3 компонентті интеграцияланған жүйе деген не десеңіз, ол онлайн касса, ТОС терминалдар және тауарды есептеуді автоматтандыру жүйелері. Ал енді упрощенкада болсаңыз, қандай салық төлеу қажет? Біріншісі ол жарты жылдық жеке табыс салығы. Ал екіншісі ол ай сайынғы қызметкерлердің әлеуметтік салығы. Ал жеке табыс салығы дегеніміз не? Ол табысыңыздың 3%. 1,5% табыс салығы, ал қалған 1,5% әлеуметтік салық. Ал енді ай сайынғы өзі үшін төленетін төлемдерге тоқтала кетейік. Егер сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, сіз өзіңіз жалақыны тағайындайсыз. Бірақ ол 70.000 теңгеден кем болмау керек. Ал өзіңіз үшін нені төлеу қажет? Ол зейнетақы төлемдері, медициналық сақтандыру төлемдері және әлеуметтік төлемдер. Ал енді қызметкерлеріңізге жалақыдан бөлек нені төлеу қажет? Ол әлеуметтік аударымдар, зейнетақы жарналары, медициналық сақтандыру және медициналық сақтандыру жарналары және ең соңғысы қызметкер жалақысына төленетін жеке табыс салығы. Ал енді нөлдік есепке тоқтай кетейік. Егер жарты жылдық табыс көзі болмаса, немесе банкротство көрсеңіз, онда нөлдік есепті толтырсаңыз болады. Ол кезде жеке кәсіпкер тек қана мәмісті төлеу қажет. Ал егер сіздің жылдық айналымыңыз 20.000 АЕК-тен асып кеткен жағдайда, онда қосалқы 12%-ық салық төлеу қажет боласыз. Осы айтылған мәліметтерді жинап болғаннан кейін, жеке кәсіпкерлікті ашқыңыз келсе, салық органдарына хабарлама жіберу қажет. Оны келесі амалмен жіберсеңіз болады. Біріншісі ол электронды түрде Қазақстан Республикасының лицензиялау порталы e-license арқылы, екіншісі e-салық бизнес мобильді қосымшасы арқылы, үшіншісі азаматтарға арналған үкіметке барып, ал төртіншісі екінші деңгейдегі банктардың мобильді қосымшасы арқылы. Осы хабарлама жіберілгеннен кейін жеке кәсіпкер ретінде жұмысыңызды бастай берсеңіз болады. Ал бүгінге осы сіздермен болған Марлен. Арнамызға тіркеліп, лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.